Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әскери қызмет Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік қызметінің ерекше түрі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты оқушыларға әскери қызмет Қазақстан Республикасы азаматтарының мемлекеттік қызметінің ерекше түрі туралы түсінік беру. Оқушыларға әскери ұжымның өмірі мен қызметіндегі маңызын түсіндіру. Өзара қарым-қатынастарында олардың ұлттық сезімдерін, ғұрыптар мен дәстүрлерін құрметтеуге тиіс деп көрсету. Әскери қызмет мемлекеттің қарулы күштері жүйесінде атқарылатын қызмет. Бірқатар мемлекеттерде, оның ішінде Қазақстанда да әскери қызмет азаматтардың өз елін, отанының алдындағы қасиетті парызы саналады. Жалдамалы және шарт жасау арқылы белгіленетін әскери қызмет түрлері де болады. Онда әскери қызмет мерзімі, өтелетін орны, міндеті, тағы басқа жағдайлары шартта көрсетіліп, белгіленген тәртіппен екі жақты расталады. Қазақстанда әскери қызметті өтеу тәртібі Қазақстан Республикасы Конституциясында жалпыға бірдей әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы және осы заңға Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен ендірілген заңдық күші бар қосымша өзгертулер мен толықтыруларда тағы басқа да құқықтық құжаттарда тұжырымдалған. Әскери қызмет қатарындағы әскери қызмет және запастағы әскери қызмет түрінен тұрады. Қатардағы әскери қызметті адам әскери қызметші аталады. Оған солдаттар, матростар, сержанттар, старшиналар, прапорщиктер, мичмандар, түрлі дәрежелі, кіші, аға, жоғарғы офицерлер құрамы жатады. Қызмет дәрежесіне және әскери атағына орай бір әскери қызметші екіншісіне бастық немесе бағынышты болады. Барлық әскери қызметшілер мен қызметкерлер заңда және әскери жарғыларда белгіленген тәртіппен ережені бұзбай дәл сақтауға, ал командирлер мен басшылар әскери бөлімдерде әрдайым қатаң әскери тәртіп болуын қадағалауға тиіс. Өйткені ол әскери жауынгерлік қызметі мен жауынгерінің жоғары дәрежеде болуын қамтамасыз ететін негізгі шарттың бірі. Әрбір әскери адам әскери ант қабылдайды және әскери тәртіпті бұзғаны үшін жауап береді. Әскери қызметкерлердің мәртебесі. Ондағы әскери қызметкерлердің құқықтық мәртебесінің ерекшелігі оларға жүктелген міндеттер мен анықталады. Кез келген жағдайда, оның ішінде өмірге қауіпті болса да, оның міндеттерді оқып түсініп, болашақта өз елін, өз жерін қорғайтын нағыз азаматтардың бірі болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.